Ақ қайындар алқаптарды алқымдап, кешкі арай жатыршынды алтындап, самал желмен желпінеді тау тұтас, бой жазып бір таза ауада салқындап. Шыршалар түр-сүр жебедей шаншылып, мың-сан құсты жақсылыққа жаршығып, қалай сыйған табиғаттың бойына мұншалықты сұлулық пен әншілік. Балам, жүр орманға, қысқа отын керек. Жарайды, әке. Балам, орманда отын қалмапты. Әке, бүкіл отынды өзіміз кетіп бітірсек, бізден не қалсын? Балам, мына жас қайын жарайтын секілді. Әке. Осыны алсақ қайтесің? Әке, бұлар кішкентай емес па? Өссінші, табиғаттың кереметі ғой, обал емес пе? Ой, сенің де табиғатқа жаның ашып, заманның жаны бізге асмағанда, осы табиғатқа шектеп ойлайсың ба? Өтінем, ақ қайынды кеспеңдерші, ұямды бұзбаңдаршы, өтінем, кеспеңдерші. Ой, мына құста қайтеді шиқылдап. Балам, таспен атып ұшып жіберші ма? Әке, ұясын қорғап жатыр ғой, кеспей-ақ қояйықшы бұл жас ағашты. Ой, сенде нәзік жүрек. Мәссаған. Беріс, қараңғы. Жылқыстарынан ағашты. Ей адамзат, ойланшы сен бір сәт қана. Жауыздықтан күрсініп жылап тұр ғой мына бала. Табиғатты ысырапсыз пайдаланып, не көрінді бар байлығын адамзат? Не қалды артыңдағы ұрпағыңа? Мен көрдім ақ қайынның құлағанын, басын қара жерге қойып сұлағанын, сарғайып жапырағы өлімсіреп, байғұстың кім естіді жылағанын? Жабырық жүрек жасқайын, жанымды айыр бастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайын бола бастайын. Келісемісің жасқайын? О, табиғат, бармасаған таласым, кейде мүлгіп ұзақ ойға қаласың, кейде сен бір ғажап жыршы анасың, әнмен тербеп әлдилеген баласын. Маңдайынды таңғы самал сүйіп кеп, жатырсың ғой кілең мақпал киіптек, көрген сайын алатауым асқарым, қаламын бір өзіңдей боп биіктеп. Рөлдерде автор Серік Әйгерім, атасы Исмаил Мұхамед, баласы Райымқұл Рамазан, қыз Нұртай Нұрлы.